Армысыздар, құрметті менің тыңдармандарым. Канал жұмысының жақсы жүруі үшін сіздің каналға жазылып, лайк басқаныңыз көмек берер еді. Бүгінгі сіздердің тыңдайтындарыңыз ібілістің 7 қат көкке көтерілуі. Әке шешесі ібілістің бұлығын біліп қойып, оны қуып жіберді. Ол ата-анасына ерегісіп, Алланың дәргейінде алаңсыз құлшылық етті. Оның құлшылығына қарап, періштелер қайран қалатын. Бір күні олар Құдайға арыз қылып, «Уа Тәңірім, жын ұрпағының ішінде біреуі тағатын үзбей мінәжат етіп отыр. Бізді оның ерлігі қайран қалдырды. Оны бірінші қат көкке алып шығайық», деп жалынды. Періштенің сипаты әуелден осындай болатын. Оларда іштарлық деген атымен жоқ. Кімнің ақыл парасаты мен қажыр қабілеті озық шықса, соны төбесіне көтеруді уәжіп санайды. Олар өзінен озған мықтыны дереу мойындамаса, содан азап шегуші еді. Сондықтан барша періште зар жылап, тілек етіп тұрып алды. Тәңірі тағала әділдігіне салып көптің дұғасын қабыл етті. Ібіліс осылайша бірінші қат көкке көтерілді. Бұл көктің көрік келбеті ерекше, сән салтанаты жер бетінен бөлікше екен. Өне бойы қызыл жақұтпен көмкерілген, етегіне алтын зерлер төңкерілген. Ортасында бір дария ағып жатты. Көгілдір реңге боялған көркі көзді байды. Жер жүзіндегі барлық асыл нұрды осы дарияға жинады. Ібіліс осында 1000 жыл құлшылық қылып, өзін өзі қинады. Бір адым ілгерілеген сайын маңдайын сәждеге қойды. Күндіз түні ұйықтамай, намаз оқып, шекесін ойды. Қашан қаласа, алдында алтын жіппен әдіптелген кең жайнамаз әзір тұрды. Жаратқан оның тағат ғибадатына назар салып, нәзір қылды. Дарияның жағасына намаз оқығанда, судағы балықтар тамсанып, қарап тұратын. Ібілісті Құдайдың сүйікті құлына алап тұратын. Періштелер әрбір тағатын санап тұратын. Құдай тағала оған көп құлшылық еткен үшін әбид деген ат берді. Ол құл деген мағынаны білдіреді. Періштелер оның ерлігіне тамсанып, Құдайдан тағы сұрады. «Уа Тәңірім, мұның тағаты бізден де артық екен. Мұны 2-ші қат көкке алып шығайық», деді. Періштелер жылап, тілеп тұрғасын, мейірімді Алла тілектерін тағы қабыл етті. Ібіліс 2-ші қатқа да келіп кірді. Бұл жердің ғажайып сәулеті мен дәулеті оны еліктірді, бірақ ғибадатын бұзбай, одан сайын арттырды. Енді күні түні нәр сызбай ораза ұстады. Арасында ғана бір үзім нан мен бір тамшы су татты. Әбден әлсіреген кезде ғана ұйқыға жатты. Қалайда тағатымды көбейтемін деп жан таласты. Періштелерден де озуым керек деп алдына мақсат қойды. Бел жазбай, тағат еткен сайын көңілі өсіп, мейманасы тасыды. Бірақ онысын сыртқа білдірмеді. Мұнда да 1000 жылдай тіршілік етті. 1000 жылдың бір күнінде бос жібермей, құлшылықпен өткерді. Сөйтіп жүргенде Құдайдан Захид деген ат алды. Бұл қас тақуа дегенді білдіретін. 2-ші қат көкке Ібіліс 1000 жыл тұрды. Періштелер Ібіліске одан сайын тамсанып, «Уа Тәңірім, бұл құлың 3-ші қат көкке де лайық. Біз оның тағатын көргенде сүйсініп егіліп жылаймыз», деді. Тәңір тағала тағы да періштелердің тілегін қабыл етті. Ібіліс
үшінші қатқа көтерілді. Үшінші қатта қисапсыз алып, дарақ пен бәйтерек жайқалып тұр екен. Әр теректе бір-бір қораз қонақтайды. Оларсыз жер бетінде күн шығып, таң атпайды. Ібіліс кіріп келгенде, олардың бәрі таласа тармаса шақырды. Бір нәубетті сезгендей, үрейлі үнмен аһ ұрды. Ібіліс оларға мән бермей, тағат қылуға тырысты. Бұрынғы әдетімен үзбей құлшылық етті. Енді әлемнің сырлары жазылған кітаптар оқыды. Ғылым білімнің жұмбақ құпияларын ішіне тоқыды. Жаратылысты танып білуге деген құмарлығы күшейді. 18.000 ғаламды ақылмен барлады. Құдайдың рұқсатымен үшінші қаттың ойы мен қырын тек шарлады. Ойы толысты, парасаты көркейді. Құдай оған Ариф деген ат берді. Ол білгір деген мағына береді. Періштелер оның іліміне қызығып, «Уа Тәңірім, бұл құлың үшінші қаттың барлық ғылымын меңгерді. Мұны 4-ші қатқа көтер», деп жалынды. Жамбархақ қабыл етті. Ібіліс 4-ші қатқа келіп, аңдады. Толассыз ғибадат етуден тамбады. 1000 жыл бойы ораза намаздан жаңылмады. Қызуы мен қуаты күшейіп, жанған оттай жалындады. Екпіні барған сайын арындады. Құдайға арзу тілегін жолдады. Тәңірде оның талабы мен қалауын қолдады. Не нәрсеге көңілі кетсе, дереу алдында тұрады. Ұшқанда 1000 жылдық жерді бірақ алады. Жүргендегі қадамы оқтан тезеді. Жер мен көктің арасын көзді ашып жұмғанша кезеді. Жомарт Алла оған уәли деген дәреже берді. Бұл дос деген мағына береді. Періштелер оған қуанды. Содан Тәңірге тағы арзу айтып жылады. «Уа жасаған ием, бұл құлыңа 4-ші қат лайық емес, оның орны 5-ші қат», деді. Құдай тағала тілекті қабыл етіп, 5-ші қаттың есігін ашты. Ібіліс 5-ші қатта да толассыз тағат қылды. Бұрынғыдай ғылым мен құпия сырларды ашуға жарап тұрды. Құдайға жылап көз жасын төкті. Бүкіл періште мен мақұлық оның қажыр қайратына таң қалды. Жаратқан оған тақуа деген мәртебені нәсіп етті. Бұл Құдайдан қорқушы дегенді білдіретін есім еді. Бірақ Ібіліс шүкіршілігін арттырудың орнына кібірлігін күшейте түсті. Көңіліндегі тәкаппарлық сезімі арта берді. Бірақ оны басқаға білдірмеудің де хас шебері болады. Періштенің өзі оны байқамады. Тағатына ақырындап рия араласты. Құлшылығы біткен соң, «Мені кім мақтар екен?» деп мадақ дәметіп тұратын болды. Құдай оның бұзыла бастаған ниетін білсе де, еңбегінің қарымтасын қайтарды. Бірақ періштелер Құдайдың білгенін біле алмайтын еді. Олар қолын жайып жамырап, «Уа Тәңірім, бұл құлдың тағаты бәрімізді басып озды. Мұны 6-шы қатқа шығара көр», деп тіледі. Құдай қабыл етті. 6-шы қат көкте Тәңірдің қазынасы бар еді. Бүкіл жаратылыстың асылдары сонда сақтаулы еді. Алланың құлдарына беретін нығметі мен игілігі әуелден ақырға дейін санаса да тауысу мүмкін емес. Тәңір тағала Ібіліске сол қазынаның кілтін табыс етті. Ібілістің айбыны асты. Мейманасы тасыды. Атағы одан сайын артты. Хазин, яғни қазынашы деген атты иеленді. Осында 1000 жыл тұрды.
періштелер жатып алып, жаратқанға жалынды да, бұл құлың бізге ұстаз болсын, десті. Жаббар хақ ібілістің ниетін әуелден біліп тұр еді. Сонда да періштелердің тілегін қабыл етті. Себебі ұлық Алла қарабет құлдарын азапқа саларда, олардың өз қолымен жасалған қиянатын өздеріне куә қылатын. Сондықтан ібілістің ісі әбден әшкере болғанша еркіне қойды. Ібіліс 7-ші хатқа келген соң бүкіл періштеге дәріс берді. Баршасы оны ұстаз тұтып, алдында иіліп бас ұрды. Бұған ібіліс шаттанып, ерекше сүйініп тұрды. Құдай оған Әзәзіл, яғни Тәңірдің әзізі, құрметтісі деген дәрежені тарту етті. Осы сәттен бастап ібілістің менмендік дерті асқына түсті. Өзін ұлық санап, кеудесі істі. Білімін қайда жұмсарын білмей, теңселіп кетеді. Бір күні түкіре беретін жаман әдет тауып алды. Көкте отырып, жерге түкіреді екен. Түкірігі тиген жерден жәндік жейтін жыртқыш өсімдіктер өсіп шықты. Тәкаппарлығы көңіл көзін бітеп, рухани соқыр қылды. Қазақта көзін шел басыпты деген тіркестің төркіні, көңіл көзін кібірліктің кесірінен шел басыпты деген сөзден туыпты. Бір күні масаттанғаны сонша жерге емес аспанға қарап түкірді. Періштелер көктегі жұмақ былған басын деп түкірігін қағып алыпты. Бұл ібіліске қызық көрінгені сонша, қанша періште болса, сонша рет түкірген екен дейді. Сол кезде Жаббар хақтан аспанға түкірме деген тыйым түседі. Ібіліс сол кезде барып тоқтапты. Ал түкірігі әлі күнге деген аспанда тұр делінеді. Қиямет қайым келгенде түкірігі өз басына от болып жауады деседі. Содан бастап түкірігі жерге түспей тұр деген тіркес шайтан сипатты тәкаппар, мансапқой адамдарға қатысты айтылатын болыпты. Каналға тіркеліп, лайк басыңыз.